Иннама юаффас-сабируна ажрахум биғайри хисаб. Шынайы сабыр еткендердің оларға берілетін есе есепсіз болады дейді. Өмірде басына көп қиыншылық келгендер бар. Есепсіз болады дейді оларға берілетін нәрсе. Өмірде рахат ішінде өткендер бар шығар, және қиыншылықта өткендер бар. Екеуі де мұсылман, екеуі де намазын оқып жатыр, екеуі де оразасын ұстап жатыр, екеуі де өзінше бір сауаптар істеп жатыр. Қиыншылықта өтіп сабыр еткен дәрежесі жоғары болады деп жатыр. Оған еселеп беріледі дейді. Есепсіз беріледі деп жатыр тіпті. Себебі қиыншылық, қатты кедейлік, қиыншылық адам баласын діннен шығарып жібереді. 98-ге келген бір апаны көрдім. 100-ден асып қайтыс болды. Менің соңғы көргенім 98-де. Өзбекстан Республикасының азаматы. Қажылыққа барам деп жинадым дейді. Егемендік алғаннан бері қарай. Мен о кісіні 2009-да көрдім ғой демейді. Кешіресіздер, 2006-да. Бір жинадым дейді ақша. Күйеуім қайтыс болды, балам қайтыс болды, келінім қайтыс болды, қызым қайтыс болды. 12 өлік шығарған ғой жыл сайын. 5 ұл баласы, 2 қызы, 2 келіні, күйеуі, 12 жаназа шығардым дейді. Жыл сайын жинайым, барам дейім, болмайды. Барам дейім, болмай қалады. Барам. Енді өзбек халқы білесіздер, Орта Азияда мынау қайғы деген нәрсе бар ғой, енді соны ұстайды. Қой, күйеуім қайтыс болса, балам қайтыс болса, той-тойлап жүрем ба дегендей, жаңа қажылыққа баруды жегереді, дүние мал мүлік оған жаназаға кетеді. Сөйтіп өлең жазған екен бір күн. Я Раббым, мені неге өзіңе шақырмайсың? Мен лайық емеспін ба деп бір іштей бір өкінішпен бір сондай қайғып. Сол анам айтады, сол үйіне барып тәлім аламыз, сұхбаттасамыз дейді. Бір күн кітаптардың арасында қарап отырып көріп қалдым дейді. Сөйтіп оқысаң анаған жылайсың дейді енді. Құдайға деп өзінің ішіндегі жаңағы несін білдіріп жатыр ғой енді Аллаға деген. Ренжіс деп айта алмайсың енді, Аллаға налуға болмайды. Бірақ әйтеуір сырын ашып. Содан анам, ой, біздің Қазақстаннан емін еркін өгіз адамдар барып жатыр, жүріңіз сізді алып барам деп. Ол әр елдің азаматы өзінің елінен бару керек қой. Содан виза ашылмай, қиналып, кейбіреулер ой, Иранға дейін барайық, Ираннан ары қарай өткізіп жіберетін шығар деп. Барып өте алмай қайтып келді. Қазақстаннан да барам бады. 98 жастағы апа енді. Бірақ бір сөзін екі қайталамайды. Алжымаған. Бір адам кіріп келді ма, жас бала ма, оған лайықты сөз айтады. Үлкен кісі ма, оған тиесілі батасын береді. Жас өспірім ба, оған қатысты. Әйтеуір бәріне бірдей сөйлеп отыра бермейді. Бір дұғалы ауыз сондай кісі еді. Келесі жылына ол кісінің сондай қиналғанын естіп, елі келесі жылына өз қажылыққа жіберіпті тегін. Сонда басына түскен қиыншылықтарды айтып беріп отырған кезде таң қаласын. Бірақ Алланың үмітінен көдір үзбеген ешқандай бір өмір Аллаға құлшылық етіп өткен кісі. Совет үкіметінің кезінде де намазымды тастамаған ем дейді. Келін боп түсе салысымен. Күйеуім тіпті дейді, намазым үшін ұрған күндері де болған дейді. Партиядағы адам, мені партиядан шығарып жібереді, сен намаз оқып жүрсің деп. Сонда әкеме келіп налайым дейді. Әкем маған айтады дейді, сені аш қойды ма, киімсіз қойды ма, баспанасыз қойды ма? Ер азаматтың міндеті ғой енді. Жоқ, бар шыда. Құлшылығың Құдай үшін, амалың тап деп. Сонда жасырынып оқимын дейді. Күйеуімнен тығылып оқып жүрмін дейді. Ойлаңызшы, келін болған сәттен бастап егемендік алғанға дейін. Соңында күйеуім айтты дейді, мен партбилетім ештеңе болмай қалды ғой деп, егемендік алғаннан кейін. Сені жұрттың бәрі сыйлап ана кісіні. Дұғалауыз ғой енді, бәрі келеді батасын алуға, біреу баласын алып келеді, дұға қылыңыз деп. Өмірде қанша қиыншылық көрсеңіз де Құдайдан күдер үзбеу керек. Сабыр ету керек, шыдау керек. Басыңызға қиыншылық келді ма, сізден де қатты күнге түскендердің халін ойлаңыз. Мен не үшін айтып беріп жатырмын? Ешқайсымыздың өйтіп Құдай сақтасын ондай қиыншылық көрмеген шығармыз. Бірақ соншалық қиыншылық көрсе де Құдайдан үмітін үзген емес. 100-ге келіп барып қайтты сол кісі қажылыққа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басыңа қиыншылық келді ма, мені еске ал дейді. Пайғамбардың қиыншылығын еске ал.
Пайғамбардың өмірден өткен шағын еске ал. Кімде-кім енді басына қиыншылық түсті ма? Мейлі пенделер тарапынан болсын, адамдар тарапынан, басқалар тарапынан. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Сабыр етіп кешіре білді ма? Мейлі деп кейде кешіріп жібересің біреуді. Бұл Алла Тағаланың өзі мақтаған ұлы істерден деп жатыр. Алла Субханаху ва Тағала бір істі ұлы деп дәріптеп жатса, ол жай іс емес ол. Біле беріңіз. Мысалы, үлкен табақта отырып қалсаң, бос әңгіме сөйленбейді ғой, дұрыс па? Үлкен кісілер өзінің дәрежесіне лайық нәрсе айтады. Біреуді мақтап жатса, ол жай әшейін адамды мақтай бермейді. Енді патшалардың патшасы Алла Тағала бір істі ләмин азмил умур деп бір істі дәріптеп жатса, ол жай іс емес ол. Ол не екен? Ол сабыр екен. Шыдап кешіріп жіберу үлкен істерден бұл дейді. Басына қиыншылық түсті ма? Сабыр ет намазбен дейді. Вастаину бис-сабри вас-салаа. Сабырлық таныт намазбен. Қиыншылық келді ма, намазға жығыл. Шыда, сабыр ет, намаз оқы. Намаз оқы. Себебі намаз оқыған сайын сен Алламен тілдесесің. Ұстаздарымыздың сөзі бар еді. Алламен тілдескің келсе намаз оқы дейді. Намазда барыңды айтасың ғой Аллаға. Жалбарынасың, сәждеге жығыласың, рукуға. Алламен тілдесіп атсың. Енді Алла сенімен тілдессін десең, онда Құран оқы дейді. Құран Алланың кәләмі ғой. Дұрыс па? Оқыған сайын Алла Тағала саған тіл қатып жатыр. Сенімен сөйлесіп жатыр, саған бұйырып жатыр, саған жол көрсетіп жатыр. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Сынаймыз, тексереміз, сынаққа аламыз дейді. Қашанға дейін, я Рабби? Сендерді ажыратқанша. Кәні қайсың? Шынайы мұжахидсің. Құдайдың жолында күресіп жүрген шынайылығыңды тексеру үшін, және шынайы сабырлығыңды білу үшін сені сынай береміз дейді Алла Тағала. Кейде мына бір кісілер намазға шақырып отып, өзгелерге бүйтіп айтады, намаз бастасаң өмірің қанттай болады дейді. Өмірің жеңіл болады намаз бастасаң, жолың ашылады деп. Негізінде сынақ есесімен келеді намаз оқыған адамға. Неге? Себебі ода оны көтере алатын иммунитет пайда болады, күш пайда болады. Алланың құзырында намаз оқыдың ба, дәрежең жоғарылады. Оразаны қостың ба, тағы дәрежең жоғарылады. Зекетін беріп жатсың ба, дәрежең жоғарылап жатыр. Дәрежесі жоғарылаған сайын оған сынақтар есесімен болады. Ол бірінші кластың сынағы мен экзамені мен 10-шы кластың экзамені бірдей болмайды ғой, дұрыс па? Дәрежең өскен сайын емтиханың ауырлай түседі, бірақ сенде оны көтере алатын не болады? Күш болады. Сол үшін өмірің жеңіл болады. Мына жаққа қабылдамайсың дереу. Кеше ақша ауысып кеткенде не болды? Қап-қап ақша үйде қағаз болып тұрып қалған кезде жүрек үсті бөліп қалмады ма қанша адамның? Паралич болып қалды. Не үшін мына жаққа қабылдайды? Не болды енді? Не істеймін деп. А мұсылман адам не істейді? Хайыр енді. Басын маман ғой. Құдай иманнан айырмасын. Ақыреттегі әйтеуір сауабынан үміт етем деп мұсылман адам сынақ деп қабылдайды.